Қайырлы кеш қазақ елі. Бүгін 16 наурыз 2026 жыл. Күні кеше 15 наурыз Қазақстан Республикасында референдум болып, Қазақстан Республикасы 1993 жылы бірінші, 1995 жыл екінші конституция, міне 2026 жылы арадан 31 жыл өткен кезде тағы да бір үшінші конституциясы ата заңы жазып бітіп, соған референдум сайлау болып, халықтың 87% дұрыс қолдаймыз деген шешімді шығарды. Бүгін жаңағы сайлау қорытындысын жариялап жатыр. Жерден жеті қоян тапқандай, бүкіл билік өкілдері, сонау президент Қасым-Жомарт Тоқаевтан бастап, барлығын сүйінші сұрап жатыр. Бұл алдын ала дайындалған бесенеден белгілі көрініп тұр. Бұны біз жылдар бойы 35 жылдан астам уақыт Қазақстандағы барлық президент сайлауы, депутат сайлауы, осындай ата заңның барлығы тез-тез, жылдам, уақытынан бұрын жанталасып, бірден қалғандай шала бөлініп, апыр-топырын шығарып, бірден тез өткізіп жіберетіндігі бесенеден белгілі. Біз жылдар бойы оны айтып келе жатырмыз. Ондағы мақсат ағартушылықпен айналысқаннан кейін қоғамдағы қордаланған мәселелерді, қарапайым халықтың әлеуметтік деңгей әл-ауқатынан бастап барлық тұрмыс тіршілігін, олардың болмысын жариялап отырған адам ретінде мына қорытындыдан шығатын Азаттық радиосының, телеарнасының жаңалықтардан көріп отырмыз. Басқа журналистерді былай қойсын, Азаттықта істеп жүрген жаңағы Тойқын деген қызды, Өріспай деген жігіттің барлығын сол полиция өкілдері алып кеткендігі, белсенді Еркін Сабаншевті алып бар жатып, омыртқасын сындырғандығын көріп отырмыз. Бақылаушылардың көбісі наразылығын танытса да, ішкі істер министрінің өкілдері қызметке қолын қайырып, талай белсенділерді көлікке тығып алып кеткендігін барлығымыз көзіміз көріп отыр. Неге соны айтпасқа? Өйткені бізде өкінішке қарай, сонау бұл тек біздің ғана елде емес, сонау Мароккоға барып келген, қазақ ретінде айтайын, Мароккоден бастап Индонезияға дейін барлық Кеңес одағының құрамында болған елдер, мына Қытай Халық Республикасы, мына Орта Азиядағы бүкіл елдердің барлығы диктатура бар елде оңбайды. Бәрінде сол билік қысымға басып, өзіңе әпербақан ұрдажыққа салынып, соны Ресейінде сол Орта Азиядағы Кеңес одағынан бөлініп шыққан біраз елдер әлі күнге дейін диктатурадан айырылмай жатыр. Мынау дін исламды ұстанған көптеген елдер әлі күнге дейін сол Марокконың өзінде 5 рет бір отбасы әлі күнге дейін 5 ұрпақ бірінен соң бірін бір-ақ отбасы басқарып келе жатыр. Король дейді оларда. Соларда да сол билік ауыспайды. Мына Америка секілді 4 жыл сайын президент ауысуға, бөтен адамдарды сайлауға түсіп ауыспайтындығы. Тек Европаның елдерінде ғана 4 жыл сайын президент ауысады, премьер-министр ауысады. Ауысып тұрғанда өркениетті елдер қатарына кіретін елдер солай ауысып тұрады. Өкінішке қарай біздерде тек әпербақан ұрда жоқ, қысымға басып, тек билікте мен отыра берсем, ешкімге бермесем деп жанталасып жатқандығы сондықтан. Жуырда міне Иранның ракетасы барып Дубайдағы біріккен Араб әмірлігіндегі Қазақстанның олигархтарына тиесілі 97 пәтердің барлығы қирап қалды. Біріккен Араб әмірлігіндегі билігі біздер істеп бере алмаймыз, кешіресіз десе, біздің билік өз ақшамызға істеп береміз деп жатыр. Оны ұзын құлақтан естіп жатырмыз, өйткені оның барлығы кешегі дүниеден өткен 100 жыл бұрын бар жоғы 27 жыл ғұмыр кешкен Сұлтан Махмұд Торайғыртты айтады. Бір сараңбайдың үйін қозлағын бағып жүріп, жетімдік көріп, әбден кешқұрын қарны ашып келген кезде бір тілім нан кесеге шай құйып береді. Ал жеп ал дейді. Қарны ашып отырып, нанды жеп отырып, кесеге қайта-қайта қарай бердім. Ішінде нақақ көзден жас бар ма деген өлеңін шығарған. Сол секілді нақақ көзден біреудің жетім мен жесірдің көз жасы бар ма деп, нақақ көзден көзінде жас бар ма деп өлеңін есіме түсіп кетті. Тап сол секілді жетім жесірдің, қарапайым халықтың көз жасына салынған
үйлерді сатып алған олигархтардың ол бүкіл халық білет. Өкінішке қарай ол бірақ өлетінін ұмытып кеткен кейбір кісілер билік жағалағындағы. Сондықтан мына керемет бір айтыскер ақын бар, Арман Бердалин деген жас жігіт, сол өте тамаша шығарады. Сол кісі айтады: Құдайға сенбей біреулер жүр жоққан алып, ақыл айтсаң қолына шоқпар алып. Жәндіктерге ұқсаған адамдар көп, бал тұрғанда қонады боққа барып демекші. Кейбір кісілер өлетінін ұмытып кеткен, ертең Құдайдың алдына баратындығын есінен шығарып тастаған. Әйтеуір өлмейтіндей барлық оңды солды жапырып, естісінен айырылып, бүкіл бюджетті тонап, барлық нәрселерді осы өлгенімше осын жинап кетейін деп басын кіргізіп алып, ешкімнен қорықпай, осындай еш жасқанбай, ұялмай, қызармай, барлық дәнені осы денеде ішіп жеп түшіп тастасам деген ниетпен барлық арман тілегі ниеті биліктегі отырғандардың осындай сияқты болып көрінеді, бізге солай түйіледі. Өйткені мына конституцияның өзі қарапайым халықтың жағдайын жасау үшін деп жаңағы бір сенаторлар спикері Мәулен Ашимбаев та, парламент мәжілісінің депутаты спикері Ерлан Қошанов та, мемлекеттік хатшы Ерлан Карин де сұхбат беріп жатыр журналистерге. Халықтың қалауы осы болды, халық шешсе барлығын өздері шешеді, халық үйтсе осы халықтың талабына, заман талабына сай конституцияны өзгертуіміз керек деп жатыр. Іс жүзінде не екені бесенеден белгілі. Ол бап жаңағы ата заңдағы 48-ші бапта президент және экс-президенттің өзі және отбасыны кез келген іс қимыл жасаса қылмыстық іс үстінен қозғалмайды деген бапты өткізіп жіберу болып табылады. Оны барлық көзі қарақты адамдардың бәрі көріп біліп отыр. Сауатты, салиқалы азаматтар елімізде Құдайға шүкір көп. Енді эксперимент жасайын деп бүгін әлеуметтік желілерге жариялап жатырмын. Осы халықтың ертең асығып үсігіп, осы қазіргі таңда отырған парламент және сенат депутаттары осы жылдың шілденің 1-інде өз жұмыстарын тоқтатады. 2 айдың ішінде жазғы демалыс кезінде 145 депутат парламент құрылтай депутаттары болады енді. Солар палатасын тағайындап 2 айда 1 қыркүйектен бастап жұмысқа кіріседі екен. Міне, сол депутаттыққа тек қана парламент жаңағы партия мүшелікпен өтеді екен. Партия мүшесі болсаң ғана жекелік деген тұрғыда өтпейді екен. Соны міне әдейі істеп отқан секілді, сөйтеді қыркүйектің соңына қарай вице-президент дегенді Тоқаев Дариға Назарбаеваны қояды деген ұзын құлақтан сыбыс бар. Енді бір Құдай біледі, уақыттың еншісінде көре жатармыз. Енді осындай секілді ата заңдағы бүкілі бұрмаланатыны, дауыс ұрлайтындығының барлығын бүгін баяндап шықты. Азаттық радиосының тілшілері қарапайым халықтан да сұрап жатыр, қандай болады. Белсенділердің өзі азайып кеткендігі себебі белсенділердің барлығы кім қарсы бір ауыз айтса қолын қайырып түрмеге қамап жатқандығы, барлық өңірде де, мынау жақ солтүстіктен Шымкентке дейін, мына жағы шығыстан батысқа дейін бүкіл қазақтың өңірде белсенділер өзінің ой пікірін айтса бірден кеп жауып тастап жатқандығы, 15 тәулікке жабылып жатқандығы бізде көріп біліп отырғандықтан үндемеске болмады. Сондықтан қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деп қазақ баяғыда әу баста айтқан, билік белден басып барлығын өзім шешем, өзім осылай жасасам дұрыс менікі деген сияқты ешкіммен санаспай, санасуға өйткен дәрмен жоқ. Біз қанша жылдан бері осы қарапайым халықтың мүддесін қорғап жүретін, ағартушылықпен айналып жүретін қазақ ретінде айтып жатсақ та, бізде әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Ешкім тыңдағысы келмейді. Өйткені азаматтар мен жаңағы билік пен қарапайым халықтың арасындағы алтын көпір жоқтың қасы десек болады. Қазмедиада қазақ тілі, қазақша сөйлейтін медианы дамытуымыз керек. Біз соған көзі қарақты, көкірек көзі ашық, өзінің ойын бүкпесіз шындықты шыңғыртып айтып, ақиқатты айтып жүрген адамдар өте некен саяқ, жоқтың қасы десек те болады. Тек әләуләйлім әнші күйші биші жыршылар осы конституцияны қорғаймыз деп, басанау Тұңғышбай Жаманқұловтан бастап барлығы барлығы керемет болады деп жаңағы айдаспанға шығарып жатқандығын біз әлеуметтік желіден көріп отырмыз. Бер жағы профессор Бауыржан Жақып ағамыз да барлығы қолдаймыз деп жатыр.
Қазақстан Республикасы Жазушылар Одағының Мереке Құлкеновтен бастап бақын жазушы, бүкіл күйші, биші, жыршыларда осы билікке қызмет етеді. Өйткені кезінде Колчактың сөзі бар: әнші, биші, күйші, жыршылар, жезөкшелер кез келген билікке қызмет етеді дегені бар. Сондықтан бұлардың барлығы, ал кімде-кім билікке қарсы ой пікір айтатын болса, қолын қайырып қабақтыға жабатыны бесенеден белгілі. Сондықтан осының барлығын біз мына қорытындыдан бұндай болатындығын, 87%-дан астам болатындығын біз алдын ала білгенбіз. Ол мына билік тұрғанда өзгермейді. Өйткені бұл 35 жылдан астам уақыт біз бұл билікті зерттеп біліп қойғанбыз. Сондықтан бұны жай атауын өзгерткенмен, сол ішінде жүрген адамдар сол баяғы жартас, сол жартас, сол баяғы адамдар. Өйткені жаңа Қазақстан, біз тыңдайтын Қазақстан дегеннің бәрі бәлді бәрі өтірік. Бәрі өтірік, әшейін далбаса әңгіме болып қала бермек. Кімде-кім осы билікке қызмет ететін болса, бұл билікке барлығы жауапты. Өйткені мемлекеттік тіл қазақ тілі және орыс тілі ресми тіл деп, сонау Кеңес одағы алған кезде айтылған дүние 7-ші баптың 2-ші тармағы тек қана 9-ші баптың 2-ші тармағы болып өзгерді. Артынша ол тең дегенді алып тастап қатар деді. Мемлекет тілі қазақ тілі, оның қасында орыс тілі қатар деді. Қатар мен тең балама синоним сөздер. Екеуі ана мен шеше деген секілді. Бір мағынасы бір. Оны бәрібір қазақ білет, түсінет, бірақ қолдан келер дәрмен жоқ. Сондықтан лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Көріскенше күн жақсы. Бүгін міне 16 наурыз, момын мұсылман қасиетті Құран кәрімде жазылғандай, қадір түні бүгінгі оқыған дұға тілек ниеттеріңіз, аңсаған армандарыңызға жете беріңіздер. Еліміз, тыныш жұртымыз аман болсын. Таңға дейін күтіп отыратын момын мұсылманға дұғаларыңыз қабыл болсын дегім келеді. Сау, саламат болыңыздар.